Қатпарлы самса. Сәлем достар, бүгінгі видеода 3 түрлі салмамен жасалатын самса жасайтын боламыз. Туралған пиязымызға тұз, бұрыш салып араластырып дайындап аламыз. 300 грамм пиязға 300 грамм фарш қосамыз. Жақсылап араластырып салмамызды дайындаймыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырыңыздар. Бүгін біз дүкенде сатылатын салмағы 1 килограмм болатын қатпарлы қамырдан 30 дана самса жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы қамырымызды майда 30 бөлікке бөліп аламыз. Және ол қамырымызды дөңгелектеп дайындап аламыз. Дайын қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Пияз, картоп, тұз, бұрыш араластырып, өрілген самсамыздың салмасын дайындап аламыз. Келесі самсамыздың салмасы етпенен картопты араластырып саламыз. Дәмді, қытырлақ самсаларды сіздер де жасап көріңіздер. Үш бұрышты самсамызды етпен дайындайтын боламыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Салмаларымыздың құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Дайын болған самсаларымыздың бетіне 2 жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз. Және күнжіт себеміз. Алдын ала қыздырылып дайын тұрған пешімізде 200 градуста 35 минутта пісіріп аламыз.